Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қыстық салат дайындап, сендерге видеосын салып атқан жайым бар. Ал менімен бірге болыңдар, менің каналымды қолдап кетіңдер. Бұл қыстық салатқа бізге керегі помидор, баклажан, қызыл перец, сарымсақ, сәбіз, пияз, болгарский керек болады, қыздар. Міне баклажанның барлығын осылай кубиктап, кесіп кубиктап турап аламыз. Әдемілеп. Дәл видеодағыдай тураңыздар. Өте тамаша шығады, қыздар. Енді әркім әрқалай өздері біледі енді. Міне бір қасық тұз салып, су құйып қоямыз, ашуы кету үшін баклажанның. Сәбізді осылай турап аламыз. Пиязды да майдалап турап аламыз мейлінше. Пиязды осындай қылып кубиктап, арнайы көрсетіп, тез өтірмей, жай қойып, көрсін деп турап атырғаным. Қалғандары көрініп тұрғасын, оларды тез өтір жібердім, қыздар. Уақытты көп алады себебі. Дәл осылай жуан турап алыңыздар. Міне болгарскийді осылай кубиктап тураймыз. Бұны сәл ірілеу қыламыз. Көрнекті қылып. Сәбізді теркадан өтірдік. Болгарскийді осылай кубиктап турап аламыз, қыздар. Дәл видеодағылай. Болгарскийдің біреуін сарысынан қостым, цвет берсін деп, қыздар. Міне дәл осылай. Енді помидорды мясировкадан өтіруге дайындаймыз. Керек емес жерін алып тастаймыз. Қалған жерін жақсылап, турап, мясировкадан өтетіндей қылып дайындаймыз, қыздар. Міне дәл осылай барлығын турап аламыз. Міне дәл осындай қылып енді өтіреміз. Мен барлығын өтірем, соғы шықсын деп. Біреулер турайды, енді ыстық суға қабығын алып алып. Ал мен өтірем. Өтірген жақсы көрем, қыздар, осындай қылып. Міне қазанға құюға дайындап, осы ыдысқа салып қойып атырмын. Міне даяр помидорымыз. Енді сарымсағымыз бен қызыл перецімізді өтіреміз. Осылай дайындап, барлығын бірінші осылай өтіріп, турап, дайындап аламыз, қыздар. Қазір қуырмалағанда тез-тез ізінен салып қуырмалай қоятындай. Дәл видеодағыдай қылып өтіріп алыңыздар. Қазанымызға майды құйып, 150 грамдай май құйдым шамасында. Пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Жуаны жақсылап қуырың, қыздар. Сәбізді салып, оны да жақсылап қуырамыз. Дәл осылай қуырып алып, оның үстіне болгарскийімізді салып, жақсылап қуырып аламыз, қыздар. Бұл қыстық салатымыз өте тамаша, қыздар. Енді баклажанымызды турап, тұз салып қойдық қой, ашуын алсын деп. Соның суын алып тастаймыз. Енді помидорымызды құямыз. Негізі бұл қыста деген осы салат жақсы кетеді, қыздар. Мен өзім көп басам бұдан. 2 қасық тұз саламыз. Кейіннен тұзын дәмін көріп сала бересіңдер. Татымына қарап сала беріңіздер, қыздар. Міне тамаша қайнап тұр, қыздар. Енді баклажанды саламыз. Міне салдық. Жай бұлғап астына өтіреміз. Бұл салаттың дәмі өте тамаша, қыздар. Әйтеуір өзіміз семьямызбен осыны көп бастырып қоямыз. Мен тек шамалысын бүгін басып,
сіздерге видеосын салайын деп жатырмын. Негізі мен көп басам қыздар. Ащысы мен сарымсағын да салдық қыздар, міне. Песок салдым қыздар, 2 қасық. Дәм береді бұның өзіне. Шекерлерің жоқ болса, қант салсаң да болады, көбектап. Кішкене шамалап. 2 ас қасық салдым қыздар мен. Песок салғанда барлық дәм шығады да, уже белгілі. Міне крышкаларымызды қайнатуға қойдым. Менде арнайы банка паритетін темір болғандықтан, мен астына крышка, үстіне банка қоя салам. Міне баклажандарымыз да пісті, барлығы пісіп даяр. Енді қыздар жауып тастаймыз. Енді қыздар біреулер уксус тамызады, біреулер тамызбай. Тұзын көрсем тамаша екен. Мен уксус тамызбай басам. Әркім әрғалай, енді әркім өз білгенімен басады дегендей, уксус ұнатсаңыздар құйыңдар. Мен қайнатамда көп бұқтырып қоям, 40 минуттай. Содан кейін басып тастай беремін. Дәл осындай қылып міне жауып алыңыздар қыздар. Баклажан салат деген өте тамаша, негізі қыстық салаттарымыз. Дәмі деген керемет болады қыздар бұның. Міне. Мен банканы жапқанда төменде тұрып жабам қыздар. Мен закрывалкам ескі болғандықтан күш талап етеді. Сон үшін төменде жабам қыздар. Столдың үстінде жаба алмаймын. Қазіргі закрывалкалар оңай, тез жабасың. Міне өстіп басып аласыңдар. 3-ші банкымыз міне. Барлығын видеосын көрсетіп жатырмын қыздар. Міне өте тамаша, 3-шісінде жаптым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер қыздар. Менің каналымның дамуына үлестеріңді қосыңдар. Міне тамаша, түсін қараңдар, өте тамаша қыздар. Рахмет, ас болсын сендер.